Қарт жауынгерлердің қадірі қашанда биік. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Шымкент мұнай құбыры басқармасының ұжымы да соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін мереке қарсаңында құттықтады. Отан үшін от кешіп, қан майданда қаны қалған шайқасқандар бүгінгі тәуелсіздік таңының атуына да себепкер. Осылай деген өндірістік кәсіпорын ұжымы қарт жауынгерлерге азық-түлік себетін ала келді. Дүниені дүр сілкіндірген дүрбелең сіздердің арқаларыңызда ұмыт болды деді. Сұм соғыс миллиондаған халықтың тұрмысын нашарлатса да, қазақтың асқақ рухын түсіре алған жоқ. Керісінше күш-жігерін біріктіріп, намысын оята білді. Жас ұрпақтың алдыңғы буынға деген құрметін еселеді, бейбітшіліктің бағасын арттырды. Ардагерлерді ардақтау акциясы бір күнмен шектелмеу керек. Олар әлемдегі барлық құрметке лайықты жандар. Басқарма қызметкерлері ардагерлерге қашанда қолғабыс етуге дайын. Болашақтың баяны үшін басын бәйгеге тіккен батырлардың есімі елде, жерде ұмытпақ емес. 42 жыл декабрь айында болдым, 1900. Ал содан нақ 50 жыл 1 апрельде қайттым мен. 16 жарым жасында селтемет бір жасты қосып жіберіп, мені қайта жіберді. Сонда сол барғанда станский лагерь мына Ташкент дейміз. 500 бала болдық. 500 баланы декабрьдің аяғы, январь, февраль 1 марттан бастап бізді ұрыс қайдады. 500 бала. Бір офицеріміз бар, шал. Боранжыға барғанда, көк қызар батып баратқанда, бізді бомбылады, азанда қарасақ 42 адам қалдық. Лейтенанттың 40 адам.